Assalamualaikum. Бекқалеміне келдім. Енді мен мына жерде түсіндіріп өтейін. Котел 40 градус жыл болып беріп тұрғанда, мына мысалы 40 градус дейік. Сенің батареяң өлдім 60 болмайды. Потому что 40 градус кетіп жатыр ғой. Енді мен котелді қазір 60 градусқа қойдым. Міне. Енді біраз уақытта мына жерге 60 градус ыстық келеді. Ол сенің батареяларының бәріне 60 градус ыстық барады. Нормально болады. Бірақ сенің теплый полдарың ысып кетеді. 60 градус болмайды. Сондықтан не істейміз? Теплый полдың бірінші насосын жай қоямыз. 3-ге емес, 1-ге қоямыз. Подвалдың теплый полы ғой мысалға. Екінші кранын кішкене қысамыз. Үшінші термодатчикті қоямыз. Сонда уже 40 градус па теплый полға керек. 40 градуста мына өшіреді. Мына көп су бермейді. Және мынау насос аз қуалайды. Содан теплый полдың температурасы түседі. Бірақ мынадағы 60 градус неге бара береді. Осылай регулировка жасау керек та. Құдай қаласа қазір қостым, біраз отырам енді. Кешке дейін болам ба? Бір жүйеге келтіріп кетсем, құдай қаласа ертең арғы күндері жайлап контроль жасай берем ғой.